Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақтың мақсаты зерттеулер негізінде өз өнерінде туындауы мүмкін табиғи апаттарға болжам жасау. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын тақтаға назар аударайық. Тақтада берілген сөйлемдерді барлығымыз бірге қайталаймыз. Ақ көңілді жүрекпен, ақ ниетті тілекпен амандасып алайық бір-бірімізге ізетпен. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Катаклизмдердің суреттері арқылы топқа бөлінеміз. Бірінші топ су тасқыны, екінші топ өрт шығу, үшінші топ қар көшкіні. Оқушылар, допты қағып ал тәсілі арқылы алдыңғы бөлімді тексеретін боламыз. Яғни, қолымдағы допты бір оқушыға лақтырамын. Кім қағып алса, сол оқушы сұраққа жауап береді. Бірінші сұрақ: катаклизм түрлерінің аты. Олар бізге қалай әсер етеді? Қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Оқушылар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін екенін айтып беріңдер. Жалпы катаклизм табиғи факторларға байланысты, оны алдын ала болжап, күні бұрын дайындалуға болады. Су тасқыны да сондай апаттардың қатарына жатады. Әдетте су тасқынының орын алуын жауын-шашын мол түсуі себеп болады. Оқушылар, бүгінгі тақырыпты түсіну үшін шағын бейнероликке назар аударайық. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп аламыз. Тақтада берілген сөйлемді барлығымыз бірге қайталаймыз. Мынау менің жүрегім, бәрі ыстан басталған. Мынау менің басым, барлық істі басқарған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым, барлық істі атқарған. Оқушылар, оқулықтағы екінші тапсырмаға назар аударамыз. Су басу қаупі төнген жағдайда не істеуге болады? Ереже құрастырыңдар. Оқушылар, алдарына жасыл алма, қызыл алма стикері таратылды. Жасыл алмаға сабақта не түсініксіз болды, соны жазасыздар. Қызыл алмаға бәрі түсінген оқушы өз пікірлерінде жазып кетесіздер. Содан кейін тақтада алма ағашына ілесіздер. Оқушылар, үйге тапсырмай 76-79 беттегі жаттығуды орындап келесіздер.